Балаңыздың бойы ұзын болу үшін осы айтқандарды жасаңыз. Баланы кешкі сағат 9:30-10-да ұйықтату керек, яғни гормондар бөліне бастайды. Мелатонин ол иммунитет үшін пайдалы. Бала кешкі сағат 9:30-10-да ұйықтағанда терең ұйқыда түнгі сағат 12-де өсу гормоны бөлінеді. Бұл гормон баланың бойының өсуі үшін маңызды. Кеш ұйықтаса, бұл гормон жеткілікті түрде бөлінбейді. Жатар алдында балаға тәтті бермеңіз. Кеш ұйықтаған бала қарны ашып тамақ іше бастайды. Яғни, балаға жатар алдында тәтті берсеңіз, тәтті жеген кезде қанда глюкоза, қант деңгейі жоғарылайды, сәйкесінше инсулин жоғарылап, өсу гормон бөлінуін тежейді. Физикалық активтілік, қимыл қозғалыс көп болған кезде қан айналымы жақсарып, организмнің оттегімен қамтамасыз етілуі жақсарады, және бұл да баланың бойының өсуіне әсер етеді. Баланы құнарлы тамақтандыру керек. Баланың тарелкасында ет, жұмыртқа, творог, белок, бұл баланың бойының өсуі үшін қажет. Жеміс, жидектер, көкөністер құрамында витаминдер бар. Баланың бойы өсу үшін қажет. Сары май, сыр, гхи май, пайдалы майлар керек. Бала 3 рет құнарлы тамақтану керек. Бала бойы өспесе, жай ғана геннен емес, себебін анықтау керек. Себебі баланың бойы жыл сайын белгілі 1 сантиметрге өсіп отыру керек. Сіздің балаңыздың бойының өспеу себебі қандай? Және қандай анализдер тапсыру керек? Бой туралы толық ақпарат білгіңіз келсе, бала бой өспеу себептері және оған көмектесу жолдары атты мини-курсқа тіркеліңіз. Мини-курс туралы толығырақ ақпаратты посттан оқыңыз.